Армысыздар, құрмет көрермендер, бұл соққы және гол 67-ші шығарылым топ матчтар күні болды. УЕФА Чемпиондар Лигасы мен Ағылшын Премьер Лигасындағы Арсенал Манчестер Сити ойындарын тамашаладық. Бір күнде 4 ойынды бейт. Қайсысын көреміз деп қиналып кеттік. 4 ойынды сіздерге айтып беруге дайынбыз. Арсенал Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд Челсиге толық тоқталамыз. Реал Эльчи мен Брюгге Бенфика матчтарында шолып өтеміз. Сіздермен бірге бүгін соққы және гол 67-ші шығарылым. Қонақта Ақжол Құрманбай, ақын жігіт, ақын, және сен әндерге сөз жазасың, иә? Әндерге сөз жазасың. Ақбота Нұрдың патриоттық әніне сөз жазған. Ақжол Құрманбай, Бексұлтан Кеулімқос, Әлімжан Асқар, қош келдің Ақжол. Қош көрдік. Табатын есеп, отты да ыстығы басар, отты да көп бағдарламалар болса да көрмесең саналар. Боп күні 67-ші шығарылым, қонақ боп келдік, соққыға дегім келеді. Бірден өлең болса жүрген. Ақын десе ақын екен шын мен? Жақсы көріп сүйетін менің тосып, эфирде Әлімжан Асқар, және де Бексұлтан Келімқосып дегім келеді. Челси футбол клубы Сигнал Идуна паркта жақсы ойын өткізді. Маған матч қатты ұнады. Шыны керек осы маусымдағы жақсы матчтардың бірі десек болады. Дегенмен Боруссия Дортмунд бір гол соқты да, ол жеңіске жеткілікті болды. Ал Челси соққан гол есепке алынбады ол енді. Не шешесің? Әділдік болмады да, төрешілер қателесіп қалды негізі де қой. Баспен соққан ол жерде дұрыстап қарау керек деп қоймайды деймін. Челси командасы жеңіліп қалды, бірақ маған ойын ұнады. Ақжол, саған ше қалай болды ойын? Әрине, керемет ұнады. Өткен күндерді тоңдырып, Дортмундта Челси зор клуб, минималды есеппен жеңіске жетті Дортмунд. Бүкіл енді обзор. Бұл жерде енді ақын аналитик. Адемайдың әдемі голымен бір гол есепті шешіп кетті, ойынды шешіп кетті. Есей ағаның любимый выпускасы ойынып тұрған ау. Есей аға алып. Ойын жалпы маған да ұнады, өте керемет болды. Ақсүйектер мықты ойын көрсетті, Челси командасы. Бірақ бір нәрсе жетіспеді, сәттілік кішкене серігі болмады. Жалпы матч керемет болды, өте керемет. Михаил Мудриктің ойыны қалай болды? Михаил Мудрик басында жақсы бастаған еді, украиналық. Ойында бірақ сәттілік болмады ма, арда көрді, берді былай жақсылап. Ойын ұнады маған. Әлде өзінің бабына келер, адаптациясы бар, несі бар, әлі толық үйренісе алмаған сияқты Челсиға. Бірінші эпизодта мысалы өте қауіпті сәт болған еді, бірақ Шлоттербек жолын кескестеп жіберді. Сөйтіп Мудрик ол жақта гол соғу мүмкіндігінен айырылып қалды, қорғаныста да былай соңына дейін күреспеді. Бексұлтан, сен бірінші голда байқаған шығарсың? Бірінші голда байқадық, бағана сол голдың повторын көретін болсақ та ше. Қарымта шабуылдан гол кірді Энсо. Ешқандай көмек салмады. Энсо көмектесе алатындай ма еді? Ойлашы, сен ана жақта 40 км жылдамдықпен жүгіріп келе жатыр футболшы, ода еще доп. Оның келесі қимылы қандай екенін білмейсің, сен Энсоның орында болсаң қалай құтқарасың, сен еще қорғаушы ойнадың. Мен сізге тура осы моментті, мен Пикенің есіңізде ме, Бавариямен жоқ, Интер мен Барселона ойнаған кезде, Пикенің моментін айтып сол кезде мен Пикенің қателігін айттым. Пике тұрды да секіре салды. Тура сол моментте мысалы Энсо барлығын дұрыс істеді, кітап бойынша барлығын дұрыс істеді, бірақ өзінің қорғаушы емес жалпы. Қорғаушы емесін дәлелдеді. Өйткені қанша Адемидің мықтылығын айтуға болады бұл жерде ше. Адемиді өте мықты жылдамдық алды. Сол жылдамдығын бәсеңдетуге тырысу керек еді просто ше. Бәсеңдете алмады. Кішкентай ғой енді ше, аяқтарда қысқа, хотя бүйтіп ана кім сияқты, Ван Дейк сияқты помнишь? Ван Дейк міне вот углды қысқарту жүрген еді ғой. Футболшыға емес, қақпаға қарай жүгіріп барды. Сол углды қысқартудың арқасында жылдамдықты да бәсеңдетуге болады да. Өйткені бәрібір де қаншама жылдамдықпен келе жатып, сен допты скотч таба алмайсың келейға. Бұндай жылдамдықпен доп 2 метрге қарай ұша береді, қатты ше. Қарымта шабуыл болды ғой бұл жерде де. Енді жаңағындай өздеріңіз айтқандай Адемайдың жеке басының шеберлігінің арқасында соғылған гол ғой. Бұл жерде Энсоға жоқ, шанс болмады негізі. Просто обидно да, Челси гол соғайын деп тұрған момент еді. Челсидің атакасы шабуыл болып тұрған кезде, қарсы шабуылда Боруссия Дортмунд ұсталды, Ливерпуль мен Эвертон дербиінде. Осы гол соққан футболшыға жайлы енді намысын ердің, жанидер, бәрін танидер, заманауи футболда мықты болып тұр, Каримдер. Енді Карим Адемай мықты болып тұр енді бұл ойында. Өзінің бір момент болды, өзіне берілген тапсырманы керемет орындады. Бірге бір шықты.
Сонда бұл жерде енді ақынның айтпағы не болып тұр? Каримдер деген кезде тағы да бір Карим болып тұр ғой. Каримдердің жылы болып тұр ғой, өткен жылы. Бірақ Карим Көкірекбаев онша емес болып тұр ғой. Сол Карим Көкірекбаев. Кім ол? Карим Көкірекбаев деген кім? Карим Көкірекбаев қой. Бұрын Жамбыл облысында әкім парамен ұсталған оның ғой. Мудрик бой күшінде енді көріп тұр ғой. Ол айбаланың ішіне кірмейді. Бұрыштан одап болған кезде ол шетінде қарап тұрады мысалы ше. Егер атскок болса атскокқа таласу үшін, бірақ артқа қарай жүгірді ғой барлығы. Тиаго Силва содан озып кетті ғой Михаил Мудриктен ше. Михаил Мудрик даже ойы болған жоқ қазір қорғаныста бір көмектесемін деген. Оның ойынша типа мынандай сияқты. Мен қорғаушы емеспін, біздің қақпамызға гол кірсе, мен кінәлі емес, бастысы мен кінәлі емеспін деген сияқты оймен жүрген сияқты. Сол жерде сол моментте сонда Тиаго Силва голдан аман сақтап қалу үшін барын салып жүгірді де озып кетті, ал Мудрик те ырымын жасап қояйын деген сияқты болды ма? Солай, түсінікті. Ол Боруссия Дортмундтың ойынына тоқталайық қазір. Дортмунд пен Челсидің қазір философиясы екі түрлі екендігін байқауға болады ғой. Боруссия Дортмунд жас футболшыларды өздері жасап шығарып, кейін оны трансферде сатып бір пайда көруді жөн санады. Ал Челси болса қыруар қаражат жұмсады, бірақ одан бір нәтиже болған жоқ. Осы ойында нәтиже көрінген жоқ. Адейми 30 миллионға келді ме, қаншаға келеді? Білмеймін бағасын. РБ Зальцбургтан келді, енді Холландтың командаласы болған, бұрынғы командасы. Енді екінші Холланд болып, енді бір тағы да 75 миллион болмаса да бір 75 миллион алғың сияқты осы жазда. Бұл жыл Дортмундты айта кететін бір қара алтындары болады, Мукокко деген, ол ойында боламады. Ол ойында болғанда есеп сәл басқалай болатын беді. Бірақ ойын жалпы жаман болған жоқ. Дортмундқа келетін болсақ, Жұттан бастап Беллингем жақсы ойнады кешегі ойындарын. Жақсы бір ойын. Ән бастап келді ма? Жұттан бастап Беллингем, Букояда, Сакада. Жұт болған ойында жұт болмайтын сияқты негізі. Құт болатын сияқты керемет. Жақсы ойын болды, керемет ойын болды. Өзінің айтпесе тарихында стадионның жанкүйерлері жағынан Дортмунд оқ бойы озық қой, қай клубты алсақ та. Давление бөлек, қаншама ойыншылар бар, қаншама мықты тарихы бар. Ол Грин Поттерға да үлкен сын мысалға. Сондықтан да барын келесі ойында, Лондонда өтетін ойында Челси өтеді деген ойдамын енді. Қалай болғанда да, өйткені ол жақта да жанкүйерлері бар, өздерінің тактикалар қойылады, қателіктермен сабақ шығарады. Сондықтан да Мудриктен, Энзо Фернандестен, тағы да басқа жігіттерден, Феликсті айтуға болады, кеше моменттер болды, бір-екі жақсы нелер болды. Сол жігіттердің бәрі өздерінің қолын алып, келесі ойында менің ойымша Челси шығады деген ойдамын. Сол негіз бәрі жол болмады деп отырсың, келесіз ба? Жол болмады, себебі ойын өте тамаша болды. Челсидің осы Поттер келгелі басқарғалы үздік ойындарының бірі деп айта аламын. Осыған дейін бір дәрменсіз ойын көрсетіп жүрсе, бүгін жеңіске жете алмады. Осылай жеңілсек, мен ешқандай уайымым жоқ оған. Бірақ енді өйстіп жеңіліп ұшып кетсе, әрине ол обал болады, бірақ жауапты ойын бар әлі, есеп 1-0, Адеймидің голына қарымта қайтаруға болады әлі. Мүмкіндіктер бойынша, бірақ Челси әлі де қайталда болды. Екінші таймда 15 соққы жасаған қақпаға 8-і дәл тиді мысалы. Ал Боруссия Дортмунд 2 ғана дәл соққы жасады. Қателеспесем 9 ойында жеңіске жете алмай келе жатыр ойын Челси. 9 ойында бірақ жеңіске жеткен. 9 ойында бір жеңіске жеткен. Қалған бәрі. Енді келесі ойында дербидегі бір жеңісімізді Кристал Пэлас ұтты, 1-0 есебімен. Жақсы ойыншылар бабында болатын болса, жарақаттан жаңағыдай өзіңіз айтқандай N'Голо Канте сияқты. Канте үлгермейді ау деймін. Рахим Стерлинг сияқты. Жақында кетті, бірақ осы наурыз айында 100%. Нелер болатын болса, Челси бабында болатын болса, алынбайтын қамал жоқ деп ойлаймын. Челси біразға барады. Былтыр Челси Реалға қаншама қысым тудырды. Өз жерінде жеңілсе де, Сантьяго Бернабеуде қалай ойнады мысалы. Сол сияқты Кай Хавертс айтуға болады. Өте керемет. Финалда Ситиға гол салған. Мен ойымша, Челсидің гол салса да зор салған. Бұл ма? Бір-екеу емес, оны салған. Моменттерді мүлт жібермейтін немістің. Көрген адам тамсанған ғой? Көрген адам тамсанған. Жақсы екен сізге. Мықты екен деп жар салған. Не дейсің? Жақсы екен. Қосылып отырса еді. Мен бір үндемей қойын жарайды.
Жігіттер, бүгін Барселона мен Манчестер Юнайтед арасындағы ойын болады. УЕФА Еуропа лигасы футбол тойы жалғасады. Барса МЮ бұл Чемпиондар лигасының кез келген матчынан кем түспейтіндігі анық. Барселона немесе Манчестер Юнайтед жеңіске жетеді деп бәстеріңізді 1xBet букмекер компаниясында жасай аласыздар. Бекітілген комментарийде сілтемесін қалдырып қойдым. Өтініздер кіріп, тіркеліп, соққы промокодын жазсаңыздар, бірінші тіркелгендерге 200 мың теңге бонустық ақша беріледі. 200 мың теңгеге дейін бонустық ақшаны алу үшін сілтеме арқылы өтесіздер, соққы промокодын тересіздер. Одан бөлек алдағы ағылшын премьер лигасының, Ла лигадағы матчтардың бәріне бәс жасауға болады. Сәттілік тілейміз сіздерге. Бундеслиганың командасы деген не жоқ қандай? Бундеслиганың командасы. Бундеслиганың командасы ағылшын клубтарына қарсы әлсіз ойнайды деген статистикама бар. 10 жыл бұрын ұтқан, соңғы рет Боруссия Дортмунд Англия клубын Тоттенхэмді 2013 жылы қонақта 2-1 есебімен ұтқан. Одан кейін Юрген Клоп кезінде 2013 емес, аудим соған қарағанда. Соңғы 5 ойында 2016-та или 2013-те. В общем, көп болды ұтпағаны. 10 ойын болды одан кейін. 10 ойында 8 рет жеңілген, 2 рет тең нәтиже тіркеп, именно Челси келген кезде ұтып тұр ғой. 10 ойын ба? Манчестер Сити сияқты екен, а? Не үшін Манчестер Сити сияқты екен? Манчестер Сити Арсеналды сонша ойын ұтып келе жатыр ғой. деп қояды. Қатырамын дейсің. Жақсы өткізеді екенсіз. Қорытындылай салайық. Челси 0-1 есебімен жеңілді. Қонақта енді Боруссия Дортмундтың жанкүйерлері бар. Қазақстанда білесің ме? 2 фанат білем мен. 2 досым бар. Менің де бір досым бар. Сәлем жолдап қойсаң. Серік деген бауырыма сәлем жолдағым келеді. Бұрыннан Марко Ройстың несі? Марко Ройс қызға айтты бүгін. Айта бересіз. Марко Ройс айтады, біз енді Челси сияқты ақшамыз болғанда деп тұр ғой енді, астары сол болып тұр да. Ақшамыз болғанда мына жастардың бәрін сата бермегенде, және жастар басқа бір клубқа ұмтыла бермегенде қандай команда болатын едік деп отыр. Шынымен аға. Клубтың Дортмунды қандай еді кезінде? Мысалы үшін, Боруссия Дортмунд өзі немістің командасы да. Немістің командасы ағылшынның футболшысын Джейдон Санчоны Манчестер Юнайтедке 85 миллионға сатып отыр да мысалы. Бизнесті немістер жасап отыр. Немістер жасап отыр, Көп қондай еншілер, Мандарбекке де сәлем жолдағым келіп тұр. Мандарбек міндетті түрде көріп отқан шығар, каждый комментариімізге лайк, каждый комментариімізге лайк басып деппін ғой. Каждый видеомызға комментарий жазып отырады. Мандарбек, Боруссия Дортмундтың жанкүйері. Сонымен Челси ойыннан не болса да бізді Лондонда керемет 90 минут күтеді. Финалға белгісіз. Сол ойында күтеміз барлық нәтижені, барлық ойында, барлық үмітті. Челси үмітті ақтайды деп ойлаймын. Не жеңсе де, қайсы жеңсе де доп домалақ 90 минут. Шын лайықтысы мықты команда өтсін. Келесі ойын ағылшын премьер лигасының матчы. Арсенал мен Манчестер Сити чемпиондық таластағы аса маңызды зор ойын. Арсенал Манчестер Сити ағылшын премьер лигасының басты матчы өте қызықты болды. Екі ойын қатар болғаны бір өкінтті әрине, дегенмен сәл жарты сағатқа ерте басталды. Арсенал Манчестер Сити сөйтіп бірінші таймды толық көріп үлгердім, екінші таймды енді бүйтіп былай көрдім. Дегенмен өте тамаша тайм болды, өте тамаша матч болды. Әсіресе екі команданың осы ойында ашық футбол көрсеткені қатты ұнады. Ақжол, өзің қай команданың чемпион болған қалап жүрсің? Енді әрине көптің несіне пікіріне қосыламын ғой. Мен де Арсеналдың чемпион болған қалаймын, өйткені жылда Сити ала берсе де бір АПЛ-да мән кететіндей, сән кететіндей жағдай болып тұр. Әр нәрсе өзінің нәрсесі болу керек қой. Арсеналда айтатын кететін болсақ, 2004 жылы Анрилардың кезінен бастап чемпион болмағанда мысалы. Сондықтан да Арсеналдың тілеуін тіледік. Чемпиондар лигасынан кем ойын болмады деп ойладым. Мен де көрдім, керісінше артық болды. Голдар саны жағынан болсын, барлық жағынан болсын, жаңағыдай ұстаз мен шәкірттің де бір кездесуі болды ғой бұл жерде. Артета мен Гвардиоланың кезінен ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Екеуінің ойыны қалай болар екен деген ойыншыларының қайсысы бабында деген сияқты нелерді көрдік. Өте керемет тартысты, керемет ойын болды. Маған қатты ұнады. Арсенал биыл бұйыртса чемпион дейтін атағалы, бабында тұрса Арсенал басқалары жіпсіз маталар. Артета мықты бапкер ғой. Ойыншыларында сапа бар, бәрін ұтады, бабында болса Сакалар деген біледі. Бұл жерде жаңағыдай Сака, Мартинелли, Эдегер сияқты. Сакалар деген, типа сақалар деген сияқты. Сақалар. Сол сияқты. Сол ойыншылар несінде болса, әлде үміт үзілген ештеңе жоқ, маусым ұзақ, мамырдың айына дейін. Сондықтан да ерте есептен шығарып салуға болмайды.
Менің ойымша Арсеналдың тілеуін тілейміз, бірақ енді босшылды Сити алып кететін сияқты. Кешегі ойынға қатысты не айтасың енді? Дәл кешегі ойынға қатысты. Кешегі Арсенал Сити жайындағы ма? Кешегі ойын керемет болды. Жаңағыдай айтып отырмын ғой. Гвардиоланың өзінің тактикасы, мықты тактик бапкер ғой. Кешегі ойын бір принципиальный ойын болған сияқты, өйткені бірінші, екінші орында бәрі Ситиді ерте есептен шығарып тастады ғой. Жеңіссіз, сүреңсіз болғаннан кейін Холландтың да бабында болмауы. Сондықтан да кешегі ойынға Гвардиола өте шәкірттерін жақсы тыңғылықты ойынмен дайындаған. Өте керемет ойын болды, өте сапалы, керемет ойын көрсетті Ситидің орындауында. Бірінші тайм 1-1 тең ойын болды. Екінші таймда Арсенал ұтатын шығар, нететін шығар деген ой болды, бірақ Сити өзінің несін көрсетті, мықтылығын. Екінші таймда 3-1 жауапсыз гол салды, 2-1 жауапсыз гол салды. Холландтың голы көптен күткен, және Джек Грилиштің де голы ойынға керемет әсер берді. Бірінші гол соғылған кезде Такехиро Томиасудың қателігі болды. Оған қоса, бірақ Кевин Де Брюйнені де айту керек, басқа бір футболшыға дәл сол сәтте сондай мүмкіндік туындаса мүлікке термеді. Ал Кевин Де Брюйне қақпаштан айласын асырып гол соқты. Кевин Де Брюйне тәжірибесінің арқасындағы тәжірибе пенсионерлердің тәжірибесі болады ондай. Сосын андай науыпте дейді ғой. Пас бермейді ғой ол әріптестерін кейбіреуіне. Пас бермей өз соқып сөйтіп сол кезде. Мен түсіндім ғой. Пас бермейді әріптесінің кейбіреуіне дегенде типа өзі тізгінді қолына алып жеңіске жетелейді дегенше. Бұл жерде оның сарандық емес, керісінше ол өзіне сенімді. Ол Сака өзінше сенімді, сезімтал ойыншы ғой. Көп не деді, мысалға Де Брюйне бабында болатын болса, Сити да бабында мысалға. Де Брюйне травма алатын болса, Ситидің орны кішкене білінеді да. Етеңе байланысты. Гвардиола туралы бір кішігірім әңгіме айтқым келіп тұр енді. Жетістігі жоқ, жетпеген, жүлдесіз ешқашан кетпеген әлемде мықты бапкер бар, Гвардиола Пеп деген дейді. Бұл мықты жаңағындай Гвардиоланың енді тактика күндіз-түні ол футболмен өмір сүретін, футболмен тыныс алатын бапкер ғой енді. Тактикасын қарап, оның ойынына жаңа шоқтығы биік болды. Бернардо Силваның сол қанатта қорғанысты шығаранын айтсай. Португалдықтың орнын португалдық жапты ғой енді. Бернардо Силва жаңағы Жоа Канселудың жоқтығын білдіртпей, әмбебап футболшы екенін көріп кеше таң қалдым. Кез келген футболшы әмбебап қыз береді ғой. Әмбебап қыз береді. Бернардо өзінің тиісті жұмысын өте абыроймен атқарып шықты. Кеше мінсіз болды футболы. Жаңа сіз де дұрыс айттыңыз жаңа. Бірінші таймнан кейін бірінші тайм аяқталды. Арсенал бүкіл бірінші таймда өз қолында ұстады. Бақылауында ұстады. Кейін барып, екінші таймда да Арсенал осылай жалғастыра ма деген ой болды. Допқа иелік ету жағынан болсын. Керісінше қайта Манчестер допқа иелік жайлы мүмкіндіктер бойынша бәрінен Арсенал озық бойы болып тұрды. Жігіттер, пенальтиге тоқталсақ. Пенальти қаншалықты әділ болды? Мен сол жерде қатты шешім шығарамай ойланып қалдым. Біріншіден бұл Эдерсонның қателігі. Эдерсонның қандай қателігі ол жерде? Эдерсон не үшін шықты ол жерде? Түсінбедім. Не үшін ол Арсеналдың Сакаға не үшін ол қалай көмектеспекші болды түсінбедім ше. Кедергі жасамақшы болды. Қалай кедергі жасамақшы болды? Өзімен өзі тұрды да барып құлатып кетті. Сол кезде енді бұл жерде Эдерсонның қателігінен гөрі Саканың мықтылығында айтуға болады. Себебі ол теуіп үлгерді ғой. Теуіп үлгергеннен кейін пенальти қойылды. Сол жерде ол теуіп үлгермегенде, қақпаға соққы бағыттап үлгермегенде пенальти қойылмайтын еді, скорее всего. Бұндай эпизод Аргентина-Хорватия матчында болды, Бексұлтан. Ол кезде енді төреші дұрысырақ сияқты еді ол кезде ше. Өйткені как минимум допқа үлгеруге теориялық шанс бар еді олда. Мессида ма, кім еді? Есімде жоқ. Допты көтеріп, проброс жасап, қуып жетіп алуға болатын еді. Ол кезде қақпашы 100% енді мен айттым ол кезде айттық енді. Ал бұл жерде ешқандай білет етпейді. Тия жақта гол болмағанын көрдік қой, эпизод аяқталды. Эпизодтың аяқталғанын көрдік, бірақ былай логикалық түрде аяқ тепті ғой. Контакт болды ғой. Контакт болғаннан кейін болды. Көз жұмасын болды. Қаяқта гол кірді ма, кірген жоқ па ше. Офсайд сияқты ғой, офсайд. Мысалы, офсайд болды, сен ар жақта қандай гол соқ? Офсайдтан кейін аяғын сындырып кетсең де. Аяғын сындырып кетсең де, бірақ ол офсайд болды, көз жұмамыз деген сияқты. Енді Әлеке өзіңіздің сөзіңізге қосыла кетем. Бұл жерде жаңағыдай Қоянның қашуылығы мен мылтықтың басылуы қатар келді ғой. Өйткені Саканың мықтылығы жаңағыдай өзіне өзі момент жасай білуі, мүмкіндік жасай білуі, оның өзі жаңағыдай чемпиондыққа деген олардың Арсеналдың биыл байқарсақ жаңадан түлендей жаңағыдай түрлене сала беруі АПЛ-ды одан ары қызықты ете бастады. Өте керемет, жігіттерден жаңағыдай мықтылық, мотивация болатын болса, маусым соңына дейін жететін болса, көптен күткен Арсеналдың чемпиондық
несін биыл көріп қалуымыз да мүмкін. Сонда Микель Артета бұл ойынға қателесті деп айта аласыңдар ма? Микель Артетаның қателігін байқадыңдар ма? Енді бұл жерде қателіктен бұрын тактиканы дұрыс таңдаған жақсы болған. Енді ойыншылардың жаңағыдай тәжірибесі жетпеді ма, бірақ бір басша бар тұрды ғой Сити бар. Менталдық түрде ұтылған сияқты. Өйткені жоқ, ментал деген түсінікті, бірақ не үшін аяқтар дірілдеді деген ғой. Томиасудың орнына, мысалы, Бен Уайттың ойына Томиасуды шығарып отыр ғой. Бен Уайттың ойыны бірақ нашарлап кетті. Томиасуды шығарған дұрыс та бір жағынан, бірақ Томиасу сол голдың соғылуына себепкер болды, мысалы, бірінші голдың соғылуына. Томиасу екінші таймда сары қағаз алды. Ашығын айтқанда Томиасу бұл ойынға мүлдем дайындықсыз. Оны предвидеть етпеген Артета кінәлі деуге болады, дұрыс айтасың. Мынандай үлкен бір супер командаға қарсы енді тәжірибесі мол, жақсы бір ойыншыларды қою керек қой. Мысалы, нәтижені, кез келген нәтиже ол бапкердің мойнында да. Сен ол бір ойыншыны сен шығарасың. Олар қуып шайса, сен өзіңнің мойныңнан кінәні аламайсың. Жоқ шай алмайсың. Нәтижеге сен жоқтысың. Дұрыс келісем. Кінәлі. Қазір бірақ Манчестер Сити бірінші орында дегенмен Арсеналда бір ойынға кем. Сондықтан Арсенал ол ойында Эвертонға қарсы өткізеді. Байқұс Арсенал Эвертонға 2 рет Шондайчтың кезінде түсіп тұрған айтамын да. Осыған дейін ойнап кете салғанда соңғы 4 ойында, соңғы 4 ойында Арсенал жеңіске жете алмады ойын. Жаңағы бірінші тайм мен екінші таймның айырмасына келетін болсақ, бірінші таймда байқасаңдар, Сити Арсеналға допты беріп қойды. Бұлай тағы да Пеп Гвардиола алдып кетті десек болады Артетадан ше. Артета түсінбей қалды, немене бере, мыналар не үшін прессинг жасамай жатыр деп ойлап қалды. Тіпті ше. Прессинг жасағанда да негізі біз білетін Манчестер Сити 90 минут прессинг жасауға қауқарлы жетеді да, егер қаласа. Бұл жолы жота арасында ғана жасады, андай аспандағы доп былай прессинг при обработке мяча деген бар ғой. Допты тоқтатам дегенше ғана прессинг жасайды. Ал былай қақпашыға дейін прессинг жасап ондай болмады. Ол керісінше Арсеналда болды. Арсенал өте жоғары ойнады. Сол үшін де қате жасаған сияқты. Сол голда болсын, басқа да мүмкіндіктерде болсын ше. Кейін Манчестер Сити екінші таймда түрленіп шықты. Керісінше екеуі бір-бірінің орнын алмасты. Содан кейін барып Сити керісінше мүмкіндіктерді пайдаланып екі гол соқты. Көбейді. Енді Гвардиоланың жаңағы өзің айтқандай бірінші даул алдындағы сәл бір тыныштық сияқты болған сияқты. Гвардиолаға енді судан құрғақ шығатын адам ғой енді. Қай кезде қиын сәттен шыға білетін, жаңағыдай оған нені берсең, қойшы болса да, жаңағыдай қасқырдаман, қойдаман, қасқырда тоқ болатын. Сондықтан керемет ойындар болды, жақсы ойындар болды, көңілден шығатындай көптен күткен. Бұл да бір Чемпиондар лигасының алдындағы бір Ситиға бір кішігірім емтихан сияқты болды. Алдында биылғы фавориттердің бірі осы Гвардиоланың Сити деп ойлаймын. Осы фавориттердің бірі Гвардиоланың Сити, оған ешкім жетпейді деп қандай? Өзің қиналып. Европаның Ситиға ешкім Ситиге деп қояды. Кешіңіздер. Енді Гвардиола жаңағыдай айтқанда ешкім оны уволить етпейді ғой, былайша айтқан кезде өзі кетпесе. Сондай қасиеті де бар да. Ситиға ешкім жетпейді, Ситиден Пеп кетпейді деп айтты. Гвардиоладай бапкер бар кезде қай гол болған нет дейді. Қай гол болған нет дейді. Қазақша сөзге орысша айқасып көргізесің бе? Балыққа таяз судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді. Сондықтан әдейім кетіп отыр. Қорытындылаймыз ба? Қорытындайық. Манчестер Сити 3-1 есебімен жеңіске жетті. Сенімді жеңіс. Енді олар бірінші орында. Арсеналға мен соңына дейін сенемін. Енді сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Сити немесе Арсенал кім? Челсидің болельшігі болып Арсеналға соңына дейін сеніп кеткен қызық болып кетті. Дұрыс қой, Реалға сенатындар да бар. Комментарийде жаза кетіңіздер. Манчестер Сити осыдан кейін чемпион атанып кете ме? Пікірлеріңіздің барлығын оқып шығамыз. Біз үшін өте маңызды. Қалған екі ойынды бір шолып өтсек, Реал Эльчеге қарсы ойнады, Брюгге Бенфикаға қарсы ойнады. Сен Реал Мадридтің жанкүйерісің, мен әлімсақтан бері. Әлімсақтан бері Реалға болейтін. Енді аққа құдай жоқ дейді, ақ формалы командаға. Көбісі сенген иланған, жүлдесі көп қой Миланнан, отанды сүю иманнан,
Реалды сүйу Зиданнан. Зиданның заманынан. Осымен аяқтап жүресіз ол керек. Зиданның заманынан бері, жаңағыдай Галактикос кезінен бері мен жаңа ақ командаларға корольдік клубқа жанкүйермін. Әр ойын жібермей, қалт жібермей қарауға тырысамын. Кешегі ойын керемет болды. Кезекті Реал енді соңғы 3-4 ойын жаңағы Барселонадан жеңілгеннен кейін кішкене сүреңсіздеу ойнап кетіп еді. Бірақ кешегі ойынны көріп кішкене Асенсионың негізгі құрамда ойнағаны, Карим Бенземаның да қос бірдей пенальтиі барлығы көңілге бір Модричтің голы қандай керемет болды, керемет. Соның барлығы көңілге бір қайтадан чемпиондыққа 8 ұпай, ол әлі де Хавидің өзі айтқан ғой, главный биылғы не кандидат жаңа Реал. Өйткені өткен жылғы чемпиондар әлі 14 түр бар бітуіне. Ол қашан айтқан? Хави. Хавидің бір несінен көріп қалдым. Қазір сұрыстың жүйде. Әлі де ұзақ не бар, жолдар бар. Сондықтан да Реалға да мүмкіндік бар. -8 деген дым емес екендігі Манчестер Сити көрсетіп берді ма мысалы? Мысалы көрсетіп берді. Шойын. Тағы да Эл Классико бар. Тағы да Эл Классико бар. Алда Мадрид, Билбао кез келген команда Барселонадан ұпай алып кетуі мүмкін. Оны да көріп жүрміз. Жирона болсын, Элче болсын. Сельтаның өзіне мысалға Барса ойнаған кезде кішкене. Бензема 2 пенальти тепті, 2 пенальтиден дубль жасады. Сонда Реал осы маусымда 10 пенальти орындап отыр. Барселонада неше? Есептемеймін. Біреу. Бұл жерде төрешілер деп қояды. Кеше айтпақшы Барселона не әңгіме болды, Бексұлтан төрешілер сатып алып отыр деп отыр басы. Иә, марка газеті жазып жатыр енді оны ше. Бірақ парақор деген өзіңіз сенесіз ба? Төрешілерге ақша берді дегенге. Жоқ, сенбеймін. Мен ойымша бұл высосанный из пальца дейді ғой. Сенбеймін, және оны өтірік деп былай жатқан мотиві де қатты не емес та. Сол Манчестер Ситиға кішкене сендіруге бат бар ше. Шейхтар дейсіз оны ше. Оның ақшамен. Жоқ, мен ол шын болса да оны дәлелдей алады деп сенбеймін. Өтірік. Парақорлық дәлелдеу ең қиын ғой. Ең қиын. Тек қана анау кімдікін дәлелдеген ғой. Карим Көкірекбаевтікін ғана дәлелдеген. Оны Спариштен ұстау керек қой. Реалдың жаңағы ойын айтып жатырмыз да. Кім кеше жақсы ойнады, кім нашар ойнады? Кеше жақсы ойнаған Асенсионы атап өтуге болады. Өте керемет ойын ойнады. Жақсы негізгі құрамға лайықты ойыншы екенін көрсетті. Жақсы ойын болды. Лунин қалай ойнап жатыр қақпада? Лунин да гол өткізбегеніне қарағанда. Гол өткізбегеніне қарағанда енді. Ол жерде Реалдың да қорғанысында көп сындары бар ғой. Көп гол жібереді деген сияқты. Луниннің кешегі ойын енді Элче Барселона емес, Атлетико Мадрид емес. Ла Лиганың 20-шы командасы. Сондықтан да Луниннан не мықты ойын көрсетті дегенге қарағанда Элче кішкене сәл нашар ойнады дегенге. Осы Элче 20-шы орында тұр ғой, 21 ойында бір рет жеңіске жетті. Сол Вильяреал тұтқан ғой еще. Вильяреал тұтқан. Бұл негізі Элче ұшты дей берсек болады. Жалпы мотивациясы да қалмаған. Реалмен сегунда да. Бензимадан гол өткізгеніне де қуанып. Бенземаны құттықтап отыр десе. Құттықтап отыр негізі 2 пенальти құтты болсын. Тарихында қалдық біз деп па? Реал 4-0 есебімен жеңіске жетті. Екінші орында, бірінші орында Барселона, екінші орында Реал Мадрид. Бұл ойын сағат қаншада басталып еді? Бұл ойын 2-де басталды. Енді бұл жұмыс күні сол үшін барлық түнгі 2-де басталды. Оларда мысалы бізде 2 болса, оларда кешкі 8. Прайм тайм ғой. Кешкі 8-де хотя Манчестер Сити 7:30-ға қойыпты кішкене ұялғанын сәл көріп үлгерсінші деп. Олар енді стадиондағы жанкүйерлер көп жұмыс істейді ғой. Ол мақұл, мынандай әңгіме ше. Манчестер Сити четвертке қоя алатын еді ғой негізі, дұрыс па? Манчестер Сити Арсенал матчын. Сити қойған жоқ ол ойында. АПЛ мысалы четвертке қоя алатын еді Лондондағы матчта. Кімнің Ситидің ойыны бар ғой? Чемпионаттағы ойыны бар. Чемпиондар лигасындағы ойыны бар. 18-і мысалы ойнайды. Дұрыс қой, осы бүгінге четвертке, бүгінге қойға бар. Дұрыс қой, енді Ноттингем Форест 3 күн. Сонда 2 күн демала ма сонда? Ноттингем Форестпен қандай ойын? Қашан? АПЛ ғой. Сенбі ма? Сенбі ойнайды. Жексенбіге қойсашы. Жексенбі қойса, РБ Лейпцигпен ойыншы 22 күнде. 2 күн демала. Бұл жерде жаңағыдай восстановить етіліп үлгереді. Бұл кемі 3 күн деген принцип қой. Желательно 4 күн деген. Қалада шу бар, ол жағына бейімделу бар. РБ Лейпцигке қонаққа барады. Қонаққа барады. Онда ерасы келе. РБ Лейпцигте. Мен ойладым, АПЛ ерегісіп, чемпиондар лигасынан да көп рейтинг жинай аламыз, міне көріңдер деп. Арсенал Ман Сити басты матч қойып қоймады. Хотя бір жарма қойған жақсы болды, хотя бірінші тайм көріп үлгердік ше. Енді бұл футболшыларға, жаңағыдай ойыншыларға сын ғой. 3 күнде бір футбол ойнау, 2 күнде бір ойнау. Шаршау.
олар жарақатынан аман болсын деп тілейміз бәріне. Бәрі күтіп отырған матчқа келдік. Брюгге Бенфика 2-0 есебімен жеңіске жетті. Құттықтаймыз. Наконец-то деп отырмын адамдар. Соққы және гол 67-ші шығарылым. Біздің шығарылымымызға лайк басып қолдау көрсетіп қойыңыздар. Соққы және гол телеграм арнасына тіркеліңіздер. Бүгін Барселона мен Манчестер Юнайтед арасындағы ойын болады. Ол ойынға қорытынды жасаймыз ба, жасамаймыз ба телеграмда анықтаймыз. Бексұлтанның настроениесіне қараймыз және осы шығарылымның жиналған қаралымына қараймыз да шешім шығарамыз. Сондықтан бізге телеграмға қосылып, бізбен бірге барлығын талқылап отырсаңыздар болады. Ал осы шығарылым аяқталды, бір өлеңмен қорытындылап жүресің ба? Иә, енді жақсы бағдарлама болды, керемет, маған да ұнады. Соққы және гол қосылу болсын. Әлімжан Асқар, Бексұлтан келім қосып, өлеңді келесі шығарылымдарда айта жатармыз. Егер шақырсаңыздар. Болды, рахмет. 67-ші шығарылым осымен тәмамдалды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Кешегі видеоны көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Кім көріп үлгермеді, кеше Чемпиондар Лигасының матчтарына шолу жасадық. Оны міндетті түрде қазір осы видеоны біткеннен кейін шығады. Тамашалаңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.